Тұрыш деген станция, мотоциклмен кетіп баратыр. Китайский мотоцикл екен, новый. Ана қорымдар, бейт қорымдар. Жаңа пойызбен келе жатқан кезде көріп едім осы бейттерді. Сосын ойладым, мына жерде ауыл болған екен ғой деп сөйтіп қарасам, мынандай елді мекен бар екен бұл жерде. Темір жол өткен осы ауылдың жанынан. Бұл ауылды қай ауыл деп ойлайсыздар сіздер? Тұрыш дейді. Тұрыш деген ауыл. Станция Тұрыш, ар жағында Тұрыш деген ауыл болған. Ол Шалқар облысына қарай ма, Ақтөбе облысындағы Шалқарға қарай ма, әлде Бейнеуге қарай ма, оны нақты білмеймін. Тұрыш негізі Бейнеуге қарайды деп ойлаймын мен негізі. Бейнеуге қарай, мына Тассайын жаңа Шалқарға қарайды. Тұрыш Бейнеуге қарайды. Оны нақты біліп жатсаңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Бұл қай ауданға қарайды? Шалқар ауданына қарай ма, әлде мына Бейнеу ауданына қарай ма, Маңғыстау облысына. Сол мына Тұрыш деген вокзалы, бекетіне Тұрыш вокзалы. Бұл Тұрыш деген атаудың өзі қайдан шыққанын білмеймін мен, ол атауын нақты картадан қараймын. Мынада Белайнның сеті бар. Міне теміржолшылар тұр. Сәлемдесіп жатыр. Анау теміржолшыларға салған видео ойлаймын енді. Сосын мынада сотовый сет операторы бар екен, Белайнның операторы бар. Тағы айта берсем көп қой, мынау теміржолшыларға салған. Одан кейін подстанция, электростанция, жанындағы дизель, ДГ деп тұр, дизель шығады жанындағы, шиқолмен қатты тұр. Мынаның бір жағы, мен точно білмеймін, не зат екен, қандай не екен, помещение екен. Бұның жанында ең қызығы құм шауып жер, географиялық жағдай құмдақ жер. Ауылды көріп тұрсыздар, мінекей. Бұл Бейнеу ауданына қарай ма, Шалқар ауданына қарай ма, нақты білмеймін енді. Бұлай Шалқар жақта Базой дегендерді естуім бар, ал Тұрыш енді Бейнеу ауданына қарай шығар. Бейнеуге қарай жақындап қалдық негізі. Бір 2 сағаттан кейін Бейнеуге барамыз, Алла қаласа. Сол біз Маңғыстау Алматы пойызындамыз. Бұл ауыл енді үй бар екен. Біршама үйлер бар. Мешіті бар екен, ане орталығында. Сіздерге көрсетейін. Жетсе қазір камераны үлкейтіп. Ане мына үйдің ар жағында мешіт бар екен. Ане ар жағында. Содан кейін мектеп те бар деп ойлаймын бұл ауылда. Өйткені малшы ауыл. Кемінде бір 50 шақты, 100 шақты үй бар сияқты бұл жерде. 50-100 шақты үй. Түйелер көп екен. Сосын жаңа түйелерді көрдім мына беттен. Мына жерде де түйелер жүр, міне. Түйелер. Негізі темір жол өтіп, бұл ауылға да жақсы болды. Тұрғылықты халықтарға жұмыспен қамтамасыз етіліп, осы жердегі тұрғындар Бейнеуге қатынайды, Шалқарға қатынайды. Сол ең айтайын дегенім осы қысқа комментария. Сіздер подписацияны басып, комментарий жазыңыздар. Тұрыш қандай атаудан шыққан, қай жақтың, қай ауданға қарайтын, Бейнеуге қарай ма, Маңғыстау облысына қарай ма, соны білсеңіздер жаза қойыңыздар. Бейттер, орындар. Ауыл үлкен еді, ана жерде мектебі бар. Бейнеуге қарайтын шығар енді бұл ауыл. Үлкен ауыл екен бірталай. Біз мына Евростандарт вагонында келе жатырмыз. Оның ерекшелігі бұл вагонда танысқа кетейін да енді. Қазір 50 елдің қатарына қосылды деп айтып жатырма, сол сияқты вагонның мынандай бұрынғыдай есігін ашып жүрмейсіздер. Мынандай қылып бүйтіп баса қойсаңыз, түйме тартып, өзі ашылып жабылады. Содан кейін өзі қайттан жауып алады. Сосын бұнда ерекшелігі бұл вагонда есік жабылсын айтам сіздерге. Бұл вагонда ерекшелігі бейне бақылау камерасы орнатылған, мінекей. Бейне бақылау камерасы, есік ашылып қалатын кнопкалары болу керек. Сосын мына жерде от жағатын жері,
Мұрын есіктері андай болды ғой, көне вагонда да. Бұл енді модификацияланған түрі. Бұны да көрсетіп жіберейін. Мына да көмір салынған шелек тұр. Ар жағы ішкі. Сіздерге көрсетіп жатқаным от жағатын пеші көрсетіп жатқаным. Бұл вагон енді әдемі, жақсы, ұнады маған. Ағым шетелді өрт болған жағдайда сөндіретін. Сосын бұның ішінде кладовый бар. Монитор бейнебақылаумен қамтамасыз етілген. Қай елден шыққан вагон? Украина ма? Россиядан шыққан вагон екен бұл. Міне, қазір модификацияланған түрі. Мынандай дисплеймен, компьютермен жұмыс жасайды жүйелер іштегі. Көрдіңіздер? Управление шкафтары. Мынада су, ыстық су, мұздай су дайындап беретін. Мынаның аты не аға? Мына ыстық су, мұздай су дайын. Аты не мынаның? Атын білмей атым я. Бәрі бар екен вагонда, тамаша. Таза вагонның іші. Мына жерде тамақ жылтып алатын микроволновка де бар міне. Аты шуатын жері бар. Жол серіктің отыратын жері. Қалай өтіп кетейін ба? Біз енді шайға кипяток аламыз. Шайға кипяток аламыз. Bilmeyim öyle, balacağım bilmez. Ne bilmeyen zaten bilmez. Температурасы 90 градус, 80 градуста су қайнайды, 90 градуста тұр. Термометр бағанасын көрсетіп жіберейін. 80 градуста су қайнайды ма? Соны айтып жіберіңіздерші, 80 градуста су қайнайды ма? 90 градус деп тұр. Ал кеттік вагонның ішімен танысамыз. Мынандай жол серіктің копиясы. Іші таза. Ұнады маған. Мынандай мебельмен жарақтандырылған. Вагонның іші қазір Евро стандартқа сай Россиядан шыққан вагондар. Қане, абайлаңыздар. Аққұман келатыр, абайлаңыздар. Мынандай шай алып келатырмын шөке. Неге беш бармақ бар шешесі ма? Қандай беш бармақ? Аты қандай? Беш бармақ. Беш бармақ бар ма? Бесі. Ол жейсің ба деген сен берсейші саған. Апыр-топырын шығарсын. Беш бармақ бар дейді. Тұрыштан өттік. Ал комментарий жазып, подписацияны басып қойыңыздар. Қызықты видеолар салып отырамын. Вагонның іші таза, өте ұнады маған. Сосын бұның ерекшелігі мынандай телефон зарядтайтын жері бар. Міне. Ана жерде де бар. Ана жерде де бар телефон зарядтайтын жерлер. Қазір сіздерге дәретхананы көрсетіп берейін қазір бар. Мынау мусор салатын жер міне. Қазақстан жайлап жақсы болып келатыр ғой қазір. Мына екі туалет бар. Мынау қызыл деген түрі, жабық деген. Мынада да қызыл жабық түрі. Бұда да жабық, көрдіңіздер ма? Сосын мынада да айна бар міне. Мені көріп тұрсыздар ма? Түсіріп тұрған мен оператор. Айна бар. Айнаның астында қыруға арналған розетка бар. Міне айнамен жабдықталған қол жуатын жері, туалет. Жабамыз. Киім ілетіні бар.
Dәретке шығып болған ең, маған бас жібересің бе? Бұның ішінде қол соқтетін жоқ енді. Маған іште пустой. Маған іште пустой.